Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен саршаян белгісіндегі адамдарға арналған жұлдыз жорамалымды қабыл алыңыздар. 2 наурыз күні жаңадан айтылады, ол 5 домға келіп тұр. Жалпы 5 дом қуанышқа, махаббатқа, өмірден ләззат алуға жауап береді. Өмірден ләззат алу демекші, бұл треугольник дегенді мағынаны білдіреді. Егер басыңыз бос болып жатса, егер бір адаммен танысып жатсаңыздар, некеде бар ма, әйел бала шағасы бар ма, соны міндетті түрде сұрап алыңыздар. Әйтпесе махаббат үш бұрышы орын алуы мүмкін. Жалпы 5 дом әрі баланы білдіреді. Бала көтеруге, бала босануға жақсы ай. Егер балаңыз үлкен болатын болса, міндетті түрде екінші жартысымен сізді таныстыратын болады. Егер балаңыз кішкентай болатын болса, жаңа садикке барады, жаңа мектеп ауыстырады, немесе басқа кружокқа барады, жаңа секцияға барады, немесе спортқа, музыкаға баруы ықтимал. 5 дом әрі шығармашылық жұмысты білдіреді және өз бизнесіңізді білдіреді. Жаңадан бизнес бастауыңыз мүмкін. 5-6 наурыз күні Юпитер мен күн 5 домға келіп тұр тағы. Бұл жерде отпуск алып, жолға шығасыздар, қонаққа барасыздар, тауға шығып демаласыздар, жақсы серуендейсіздер, бір жақсы қуанышты жаңалықты атап өтесіздер, сыйлық аласыздар. Жалпы 5 дом, ұмытпаңыздар, лотереядан ұтысты білдіреді. Ұтып алуларыңыз ықтимал. 7 март күні Венера мен Марс бірігіп 4 домға келіп тұр. Жалпы Венера әйел адамның энергиясы, Марс деген ер адамның энергиясы. Бұл сіздің тұратын жеріңізге байланысты өзгерістер болады деген сөз. Үй сату, мысалы жер сатып алу, үйіңізді жалға беру, немесе үй сатып алу деген мағынаны білдіреді. Үйіңізге мүмкін ремонт жасап бастайсыздар. 4 дом әрі семьяға, отбасыға жауап береді. Егер отбасыңыздағы біреуді ренжітіп алатын болсаңыздар, татуласасыздар. Бір қуанышты жаңалықты отбасыңызбен атап өтесіздер. Үйіңіздегі бір адаммен келісіп жұмыс жасайсыздар. Басқа мемлекетке, басқа қалаға, басқа үйге көшу мүмкіндігі бар. 11 март күні, 11 наурыз күні Меркурий өзінің белгісін ауыстырып 5 домға келіп тұр. Жалпы Меркурий құжатқа, хатқа, қағазға, документацияға жауап береді. 5 дом әрі қуанышқа, өмірден ләззат алуды білдіреді. Өзіңізге көп көңіл бөліңіз. Көбірек демалыңыз, ресторанға, көрмеге, концертке, қонаққа барасыздар. Жалпы бұл күндері өміріңізде маңызды кездесулер болады. Маңызды құжатқа қол қоясыздар. 18 наурыз күні ай толады, полнолуние болады. Ол сіздерде 11 домға келіп тұр. Бұл арманға, мақсатқа, өмірде не қалайтыныңызға жауап береді. Мен қай направлениеде келе жатырмын деп ойланатын боласыздар. 11 дом әрі достарыңызға жауап береді. Достарыңыздан өзіңізге ұнамайтын жаңалық естисіздер. Жалпы көшіп кеткен соң кейбір достарыңызбен араласпай кетесіздер. 11 дом әрі интернетке, әлеуметтік желілерге жауап береді. Мүмкін 18 марттан кейін үйде отырып онлайн жұмыс жасайсыздар. 11 дом әрі көп адамдарды білдіреді. Группа людей дейді ғой, көп адамдарды білдіреді. Яғни, мысалы сіз биге қатысасыз, тренажерный залға барып, көп адамдар жиналатын жерге баратын боласыздар. Немесе Инстаграм арқылы көп адамдарға сабақ бересіздер, немесе көп аудиториямен бірге сабақ аласыздар.
немесе WhatsApp-тағы барлық группадан шығып кетесіздер. 21 март күні Солнце өзінің белгісін ауыстырады, сөйтіп 6-шы домға келіп тұр. 6-шы дом жұмысқа, денсаулыққа, бір мәселенің шешімін табуға көмектеседі. Жұмысыңызда өзгерістер көп болады. Жұмыс жасайтын жерде өзгерістер болады, немесе басшыларыңыз ауысады. Энергияңыз өте көп болады. Энергия көп болған кезде ақша да көп болады. Өзіңізді өте жақсы сезінетін боласыздар. 28 март күні Меркурий тағы 6-шы домға келіп тұр. Жұмысыңыз болмаса, собеседованияға барып, жаңа жұмыс орнына орналасасыз. Кредитіңізді жабасыз. 6-шы дом әрі көмек беруді білдіреді. Отбасы мүшелеріне, бір көмек сұраған адамдарға көмектесесіз. Өзіңіз бизнесте жүрсеңіз көмекші аласыз. Немесе водитель, жүргізуші, немесе няня жалдайтын боласыздар. 6-шы дом әрі үй жануарларын білдіреді. Үйіңізге мысық, ит асырап, сол үй жануарларына қамқорлық көрсететін боласыздар. Жақсы, бар болыңыздар, бай болыңыздар, сау болыңыздар.